Бағана Олжасханның видеосын қарасам, енді біліп жатсыңдар, Олжасхан өзінің кішкентай нәрестесінен айырылып жатыр, бота екеу. Сол видеосының астына біреу жазып жіберген ғой, енді осының барлығы Ахидің қарғысы ғой, соның кінәсі ғой деп. Жүрегіме қатты тиіп кетті сол сөз ше. Андай Олжастың қасында жүргеннен кейін былай көріп жүрмін ғой, қалай қиналып жатқанын, не істеп жатқанын барлығын көріп тұрмын. Олжасхан семьясында тек қана мындай бір бала емес, ол үйдің үлкені, бүкіл жауапкершілік соның арқасында. Екіншіден, ол әкесіз өскен бала, әкесінің орнында басу керек. Себебі артында інісі бар, інісіне де қорған болады. Анасына жанашыр, дос, ар жақта әжесі бар, бауырлары бар. Соның барлығына үлгеріп, плюс бір жағынан достарына да, Олжасханмен достасқан адамдардың бәрі біледі Олжасханның қандай дос екенін. Сондай адамға мен білмеймін қалайша сондай жаман нәрсе тілеймін. Мен өмірімде тапқан ең күшті, ең мықты дос ол Олжасхан деп айта аламын. Себебі маған ең қиын кезде поддержка берген, жоқ жерден атымды шығарып, осындай үлкен поддержка беріп, осындай дәрежеге жеткізген Алла ғой. Кейін Олжасханның себебімен. Просто сол нәрсе кеше ойландым, сол видеода комментті көріп қалдым, байқамай, что соның барлығы Ахидің қарғысы деп. Біз Ботамен вообще арамызда ештеңе болған жоқ. Ботамен отношенияда болған жоқ, басқа ештеңе де болған жоқ. Көп адамдарда сондай нәрсе қалыптасқан, что екеуі жүрген, Ахи, Бота деген сияқты нәрселерді келістіреді. Бұл видео не үшін жазып отыр? Мақталу анау мынау емес. Просто бағана айтқан адамның жүрегі, айтқан адамның сөзі жүрегіме тиіп кетті, что Олжасханның осыншалықты қиналып жатқанына сенің қарғысың ғой деген сияқты нәрсе болып тұр. Олжасхан менің жан бауырым, біріншіден. Мен ойлаймын, мен Олжасханды жақсы көремін, қатты жақсы көремін. Ол не нәрсе бер десе де бере аламын, өзімде жоқ нәрсе болса да тауып беруге тырысамын. Даже осы түсіп отқан сынақтардың барлығы лучше Олжасханның емес, мен басыма түседі деп тілеймін. Себебі қанша қиыншылық көрген бала, қанша. Мен де әкем қазір ауырып отыр. Барам бір күнде қасына. Просто Олжасхан, біз сенімен біргеміз, біз сенімен әрқашан мақтанамыз. Алланың берген сынағы ғой. Дәуіт пайғамбарға да сондай сынақ келген. Дәуіт пайғамбар өзінің 30 бала шағасынан айырылған. Бір күнде ештеңесі қалмаған. Бірақ Алла тағала жасы 50-де болса да, сол Дәуіт пайғамбарға Сүлеймен атты баласын берді. Сол Сүлеймен пайғамбар болды, әрі патша болды. Бүкіл мал мүлк соның тізгінінде болды. Оған тек қана адамдар емес, жындар да бағынатын болды. Сол жындардың көмегімен ол Әл-Ақса мешітін салды қазіргі Палестинада. Біз сені жақсы көреміз. Біз саған сенеміз. Иншалла Алла тағала сол бостықтың орнын толтырады. Біз әрқашан саған, Ботаға, сенің семьяңа, мамаңа, әжеңе, барлығына бақыт, қуаныш тілейміз. Тек қана қуанышта бірге болайық. Қиын күндерде де біз сенің қасыңдамыз.